Бүгін демалыс күні отбасыма арнап ыстық күлше нан пісірдім. Сіздер де жасап көріңіздер. Үлпілдеп тұрған, дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер. Ең алдымен 1 стакан жылы сүтімізді, 1 стакан жылы ыстық суымызды, татымына қарай қант, тұз, дрожж салып, оның үстіне сары май салып, ұн салып, жақсылап тұрып қамыр еледім, салмақ түсірмей. Қанша мөлшерден қосқанымды описание бөліміне жазып кететін боламын. Одан соң бетін жауып, жылы жерге ашығанға қалдырдым. Ашуын күттім. Жарты сағаттың ішінде қамырым ашыды. Мінекей дәл осындай. Енді осы қамырды үстелге түсіріп, дәл бірдей бөліктерге бөліп алдым. Осындай бөліктерге. Одан соң духовкада пісіретін табаныма майлап, 2 саусақтың көмегімен күлше нанның ортасын дөңгелетіп, осындай формаға келтіріп алдым. Менен дәл осы мөлшерде 7 күлше нан шықты. Осылай формасын келтіріп аласыздар. Одан соң 1 жұмыртқа, 1 ас қасық сүт салып, араластырып, нанның бетіне жағып шықтым. Қызып тұрған духовкада баяу отта пісіріп аласыздар. Осымен ыстық үлпілдек күлше нанымыз дайын. Жасап көріңіздер. Ең алдымен парақшама тіркелуді лүпіл басуды ұмытпаңыздар, және әлден Гауһар атты инста парақшама тіркеліп те қойыңыздар.